Мгм. Қайырлы кеш, әріптестер, қалдарыңыз қалай? Сіздерге бүгін үйрететін сабағымды көрсетейін. Яғни әріптестер, оқушылар, мысалы, өздерінің түскен суреттерін сіздер астына фон қылып кез келген мерекеге жасап аласыздар да, генерация жасап, сол фотоны, мен даусым естілмей тұр иә сіздерге. Енді мынаны өшіріп тастасам. Естіліп тұр, әбәт, күшті. Даусым естілмей қалды ма, әріптестер? Естіліп тұр. Сәлеметсіздер ме? Естіліп тұр. Енді даусым естіліп тұр ма, әріптестер, соны айтыңыздар. Дауысты алып тастадым ба жаңа? Даусым естіліп тұр ма сіздерге? Нәзира ханым күшті естіліп тұр. Жақсы. Все, хорошо. Енді осы жаңағы оқушылардың салған өздерінің түскен суреттері, мысалы, мен бір классты алдым да фотоға түсіріп алдым. Тура сол жерде ғана фонды, мысалы, 16 желтоқсанға сәйкес жасау үшін мен фото генерировать еттім, яғни жасанды интеллектке барып, мысалы, 16 желтоқсан тәуелсіздік күніне байланысты осындай фон қылып жасап беріңізші деп жасатып алып, содан мозаика құратқан болатынмын. Енді әріптестер, қараңыздар, біз ChatGPT-ге барамыз. Оны сіздер білесіздер. ChatGPT-ге барып, мысалы, мен жаздым, мысалы, Қазақстан Республикасының 16 желтоқсан, мысалы, өздеріңіз білесіздер, қай желтоқсан тәуелсіздік күніне орай фотомды генерациялау бойынша жақсы жазып берші дейміз. Кімде микрофон қосулы? Давайте өшіріп тастайық. Микрофондарыңызды өшіріңіздер, иә? Аха. Так, енді қараңыздар, әріптестер. Осындай промпт жазып берші деп, өзіміз ChatGPT-ден сұрайтын боламыз, иә? ChatGPT бізге қазір жазып береді. Соны, сол промптты қазір біз өзімізше балаларды, оқушыларды фотоға түсіріп аласыздар. Түсіріп болғаннан кейін ChatGPT-ден сұрайсыздар. Мысалы, өздеріңіздің фотоларыңызда да болады. Міне, промпт жазып берді. Осы промпт апарайық та, копировать етіп алып, чат-хабқа апарайық. Әріптестер, қараңыздар, оғанға дейін мен бір фотомды беріп едім, осылай генерациялап берді. Сол сияқты сіздер де генерациялауға болады. Міне, мысалы, промпт міне мынандай болды. Оғанға дейінгі жасалған промптты көрсетіп отырмын. Қазіргі промптты көрсетейін сіздерге. Мына бағанағы жасаған. Қараңыздаршы. Әдемі шықты, иә? Қазір басқа фото жасаймыз. Осы фотоны аламыз, міне. Рабочий столды алайық та, рабочий столда мен деген фотоның ішінен, мысалы, кез келген бір тойда түскен фотомды ала саламын. Міне. Екеу болып кетті. Рабочий стол, мен... Так, кез келген фотоны ала. Генерировать дейміз. Мына оғанға дейін түскен фото. Генерация жасағаным. Қазір көреміз. Қазір қалай жасап береді екен. Әр кезде жасаған сайын әр түрлі фото генерировать етіп береді жасанды интеллект. Сол фотоны енді мына осындай болып шықты. 16 желтоқсан тәуелсіздік күн. Көрдіңіздер ме? Қате. Жасанды интеллект міндетті түрде қате жібереді.
фотогенерациялауды сіздер оны білесіздер оғанға дейін да, иә? Мысалы, міне генератор изображениеға барып, оны жасаттық. Енді, әріптестер, біз мозаика жасау үшін біз міне GXF Planet деген жасанды интеллектке кіреміз. Жасанды интеллектке кіреміз. Міндетті түрде біз не істейміз? Регистрация жасаймыз. Менде регистрация жасалынып тұр. Сондықтан да создать дегенді басамын да, осы жерде бағанағы генерациялаған суретімді аламын, иә? Мен бағанағы суретті сақтап алмадым, өйткені маған ұнамады. Мына жердегі суретті, жаңағы чат-хаптың ішіндегі суретті сіздермен бірге жасағанымды салып алма болушы еді, бірақ маған ұнамады. Енді немесе тура осы суретті алып, мен надписті алып таста деп айта аламын. Мына жерде көрдіңіздер ме? Бұл бізде жасанды интеллект қатемен жасап берді. Сондықтан да мен сіздермен мозаиканы басқа осығанға дейінгі фотоны мына сохранить как деп өздеріңізге алып алуларыңызға болады. Егер сіздерде барлығы жақсы, қате ештеңе болмаса, мысалы 16 дегенді мен бүйтіп жасай салайыншы рабочий столға. Бірақ мен бұнымен мозаика жасамаймын, әріптестер, өйткені қате бар. Немесе осыны алып, қазір мен жасай алмаймын, өйткені изображениемен бір күнде мысалы 6 изображение уже жасап қойдым. Көрдіңіздер ма? Күніне 6 ғана сіздерге лимит береді. Сондықтан да мен қазір жасағым келсе де мынаны алып таста десем алып тастай алмаймын. Егер сіздерде өздеріңізде лимит бар болса, мынаны өшіріп тастап, тура осы жерге жаңағы алған 16 деген фотоны алып аласыздар. Егер сіздерге де сөйтіп қате жазса, осы фотодағы тексті, мәтінді дейсіздер ме? Мәтінді алып тастап, генерация жасап берші деп айтасыздар. Генерация жасап берші. Мен бұны қазір жасай алмаймын, себебі менде уже лимит бітті. Даже берген жағдайда да ол маған генерация жасамайды. Көрейік қазір. Жасамайды, платный деп айтады. Міне, көрдіңіздер ме? Сондықтан да менің тағы бір сабақтарымда бар, басқа электронный почта арқылы қайтадан кіргізуге болатын, қазір егер уақыт болса, мен сіздерге жасауды көрсетемін. Негізі мен сабақтарымда бар. Енді қазір біз міне GX Planet деген жасанды интеллектке кірдік. Осы жерге жаңағы фотомды қоямын. Қатесіз жасалған, осығанға дейін мозаика деп тұр ғой. Сол фотоны жасайтын болам. Қараңыздар, әріптестер. Мына жерде 35 бірінші сыныптар үшін бұл өте қиын, иә? Мысалы, кішкене оңайын таңдаңыздар. Мысалы, 12, иә? Бұның ішінде өздеріңізге таңдауға болады. Қандай форма таңдайсыздар, өздеріңіз білесіздер. Мысалы, мен осымен қалдырайын. Ары қарай метка дегенге, мысалы, 8 дей салайын, иә? Сұрайды міндетті түрде. Создать дейміз. Заполните дейді. Название дегенге тоже 8 дей салайын, әріптестер. Текст должен быть не короче 88 дейік. Міне, ал кеттік. Бұл название деген сіздердің аттарыңыз. Мұна мозаиканың аты, мысалы, мен деп сақтауға болады, 16 желтоқсан деп сақтауға болады. Создать дейміз. Көрдіңіздер ме? Создать батырмасын бассақ, міне, бұл жаңағы фотомыздан бізде мозаика жасап шығарды. Енді тура осы мозаиканы интерактивті тақтада балаларға құратсаңыздар, өте керемет, өздеріне қатты ұнайды балалардың. Жасап көріңіздер, ертеңгі сабақтың өзінде, мысалы, басқа кездерінде жасап көруге болады. Балаларға өте ұнайды, мен өзім жасатып көрдім. Міне. Интерактив тақтада әдемі көрінеді. Өзімізге де ұнайды осыны құраған. Вот так. Міне, көрдіңіздер ме? Енді қараңыздар. Мына жерде мои пазлы дегеннің ішінде мен осығанға дейін жасаған пазлдардың барлығы тұр.
мысалы міне, иә, осының ішіне сақтала береді. 16 желтоқсанға тоже жасаған болатынбыз. Міне, қайтадан құрау керек болса, мысалы астыңғы жағындағы менеж деген басасыздар и құратуға болады. Көрдіңіздер ма? Интерактив тақтада бұл енді керемет әдемі көрсетіледі. Жаңа мен сіздерге көрсеттім осығанға дейін, иә. Астыға келуге болады, үстіге келуге болады. сәлеметсіз бе? Ага. Бұны интерактивный тақтада сразу солай жасаймыз ба, әлде ноутбукпен жасап алып көрсетеміз ба? Ноутбукпен жасап алсаңыз да болады. Міне, көрдіңіздер ма? Ноутбукпен жасап дайындап қоясыздар. Мои пазлы дегенге ол сақталады. Көрдіңіздер ғой, мен жасаған барлық пазлдарым осының ішінде сақталған. Жаңа сіздермен бірге жасағаным, оғанға дейін жасалғаным барлық осының ішінде сақталып тұр. Енді сіздер де мына чатхаппен әдемі ғып жасау үшін мына жердегі изображение алтаудан артық болып кетсе, мысалы сіздер басқа да фото генерация жасағым келеді десеңіздер, темпмейл естілді, апай сет жаман ұстап тұр, сабақ видеосын жібере аласыз ба дейді. Жақсы. Так, енді қараңыздар, мынау лимиті бітіп қалса, басқа электронный почтамен кіруді үйретейін бе, қажет пе, қалай ойлайсыздар? Мына сабақ сіздерге түсінікті болды ғой, иә? Мозаика жасауды көрдіңіздер ғой, өте оңай. Иә, рахмет, түсінікті болды, иә. Жақсы. Енді басқа Платформаға салынар ма осы? Ау, Платформаға саласыздар ма? Мен қазір кірбем, түсінбей қалдым. саламыз. Так, вот, не көрдіңіздер ма? Нәзира апай, өткенде тағы да бір ашық сабаққа деген тапсырманы үйренейікші. Жақсы, оны сол уақытым болмай жүр. Бүгін мынау тәуелсіздікке көп адамдар маған жазды да, осыны үйретіңізші деп. Содан кейін мен Гүлден, екінші напарницам бар, Гүлден Қасымханна. Сол кісімен қазір ол кісінің сұрау бойынша екеуміз 1000 теңгелік практикум марафон өткіземіз. Дүйсенбі күні, онда 8 жасанды интеллекті бір күнде үйретіп береміз. Сабақтың, мысалы, бұл менің өзімнің курсындағылардан бөлек. Ол бірақ енді Гүлденмен бірге жасағандықтан, оған мен никак платформаға сала алмаймын. Өзімнің сабақтарымды, жаңғыз өткен сабақтарымды платформаға салам. Мысалы, мен мынаны сала аламын қазір платформаға. Жақсы ма? Егер Ол жерде не үйретіледі? Егер сіздер қазір жазайыншы, оның ішінде, мысалы, сабақтың кезеңдерінде осы сияқты жасанды интеллекттерді қалай пайдаланады, соны Гүлден екеуміз өтеміз. Алдында біз Назым Қайнолдақызымен өткіздік қой, қымыржы бойынша өткізген болатынбыз. Мынаны Гүлден Қасымханна екеуміз өткіземіз. Егер қатысамын, 8 жасанды интеллектті 2 сағаттың ішінде 2 зумда, ертең понедельник күні өтеміз деп жоспарлап отырмыз. Егер қатысам десеңіздер, міне қазір жазып жүрем. 8778 487 қалайды? 487 ма, 86 ма? Сабаққа қажетті ашық сабаққа, Иә. күнделікті қолданғанға, тапсырма дайындағанға солай жасау керек. Болады. Иә. Мынау Каспи, иә. Одан кейін ары қарай қазір чекті қай жерге жібереді? Ол Гүлден Қасымханнаға жібересіздер. Егер қатысам десеңіздер, 8 жасанды интеллекті 8747 845 5399. Осы Гүлденге чекті жібересіздер. Не жазып қойдым, иә? Егер қатысам десеңіздер, өздеріңіздің әріптестеріңізге айтуларыңызға болады, бірге қатысуларыңызға болады. 8 жасанды интеллекті 2 зумда үйретіп береміз. Тапсырма жасау, сіздер маған қазір айтып қойыңыздар. Не үйренгілеріңіз келеді? Соны айтып қойыңыздар. Барлығын сол зумда үйретіп береміз. Енді бізде қазір қанша адам отыр? Бір группаның ішінде. Зумға көп адам кіре алмайды ғой, сондықтан да орын шектеулі. Үлгерсеңіздер, кіре бересіздер, жақсы ма?
Номерді дұрыс жаздым ғой деймін. Түсіндік па? 1000 теңге ғана, 1000 теңге ғана әріптестер. 1000 теңге ғана. Сабаққа қатысты материалдар, барлығын осылай үйретіп береміз. Тура практикум болып өтеді ғой, кәдімгідей. Сұрақтарыңызды қойып отырасыздар. Қазір даже мынаның барлығын, мысалы мен сіздерге көрсетіп отырмын ғой, барлығын қай сайтқа кіріп, қалай жасау керек екендерін көрдіңіздер ғой, өте оңай. Бізге мұғалімдерге бір сабақ бастан аяққа дейін. Жақсы, сабақтың басынан бастап аяғына дейін қалай пайдалануға болатын көрсетіп беретін жасанды интеллекттерді. Мысалы, рефлексия көрсете салайын мен сіздерге. Егер мына ноутбугымның ішінде болса, 1 сағат бұрын чатқа жазып жіберіңізші, ертең есімізден шығып кетпесін. сіздер қазір оплата жасап орын алып қойыңыздар. Содан кейін сол чатқа да жібере салыңыздар, ұғатындар болса. Мен просто бұны бар ғой, өзімнің курсымнан бөлек, әйтпесе мен өздеріңізге сала бермеймін ба? Мұнда Гүлден Қасымхановнамен болып, мынандай мысалы рефлексия беріледі. Бұны несін өзгертуді де үйретіп береміз. Мысалы, ұнамай тұрса, егер показ слайдов деп, мысалы қараңыздаршы. Сабақты түсінбедім десе, жылайды, Міне көрсетпей тұр менде. Міне, сабақты, сұрақтар, міне, дауысы шықпай тұр, жылап жатыр. Компьютерім кішкене дұрыс болмай тұр. Түсінбедім десе, 3 бала, 4 бала, мысалы, сабақты түсіндім десе, мынау енді секрет. Бұны секретінде қылып жасап қойғам. Тура осылай өздеріңізде жасауларыңызға болады, оны үйретіп бере аламын. Міне, көрдіңіздер ма? Ал енді мына ойланады. Так, енді қараңыздар, бұл бізде рефлексия, Енді қараңыздар, әріптестер, тағы да мен сіздерге робот, Маша и Медведь деген анда қалып қалды ба менің? Мынау бізде тоже бұның ішінде де мынаған аттарын қоясыздар, Айғаным, мысалы, Санжар, Заңғар, Аярым деген сияқты. Бір сұраққа жауап берсе, робот алдыға қарай жылжиды. Бұл роботты да ауыстыруға болады. Жасанды интеллектпен өздеріңіздің сабақтарыңызға сәйкес, мысалы, кейбіреулер бауырсақ деп бастайды, мысалы, сол сияқты Маша мен Аюды көрсетейін сіздерге, егер менде мында сақталса. Бұның барлығы, мысалы, мне қараңыздар, показ слайдов. Так, сначала дейік. Енді қараңыздар, мен мынау информатикаға жасаған, мысалы, бала, мысалы, F8 пернесі функционалдық пернелер тобына жатамын десе, десе, мысалы, Малинаға барады. Малина сонда мынаның Машаның шелегіне секіру керек. Міне, көрдіңіздер ма? Келесі сұрақ, мысалы, осының барлығының несін береміз сіздерге. Не? Толады. Видите? Бұны да Маша и Медведь емес, қазіргі өздеріңіздің балаларыңыздың мультфильмі. Мысалы, сүйікті мультфильміне сәйкес жасауға болады. Бұның бәрін жасанды интеллекттерге жасауға болады. Бұл интернетсіз көрсетіледі. Әріптестер, егер үлкен сыныптарға да өздеріңіз сәйкес жасауға болады. Бұның ішінде үлкен класстарға да сәйкестендіріп жасап алуларыңызға болады жасанды интеллект арқылы. Жақсы ма? Енді міне қараңыздар, әріптестер, бұның бәрін үйренгілеріңіз келсе, осы дайын шаблондарды алғыларыңыз келсе, осы Каспиге лақтырасыздар. 1000 теңге 8 сабақтың барлық кезеңдеріне жасанды интеллекттерді көрсетіп беретін боламыз. Мынадан пайдаланасыздар. Чекті мына жерге жібересіздер. Осы кісі сіздерді сабақ болатын группаға мынанда үйретем. Ол да күшті. Енді жаңа Алтынай ханым айтып жатыр. Қазір мен сіздерге көрсетейін. Ол өзім маған керемет қатты ұнайды. Біз республикада да орындар алғанбыз. Қазір тағы да бір сабақ көрсетемін. Өте күшті. Қазір. Бұл қалай еді? Мына бітет дейді ғой, әріптестер. Тинклингпет. Так.
қазір. Орын ала беріңіздер, әріптестер. Бұл мен советую 1000 теңгелік сабақтарға қатыса беріңіздер, өйткені тура осы сияқты үйретіледі ол. Так, бұның ішінде бар ма? Жоқ па? Қазір көрсетемін. Міне. Қараңыздар, әріптестер, бұл жерде сабақтың, мысалы, сабақтың тақырыбын жазасыздар. Ортасына, иә, бізде бар болатын, қазір менде өзімде мына ішінде ұшып қалыпты. Екінші ноутбугымда. Сабақтың тақырыбын жазасыздар. Содан кейін сабақтың кезеңдерін мына жерге жазып қоясыздар. Мысалы, сабақтың кезеңдерін айтыңыздар. Қандай сабақтардың кезеңдері бар? Басынан бастап. Мынаның барлығына сабақтың кезеңдері, сол рефлексияға дейін, кері байланыс, үй тапсырмасын сұрау, мысалы жаңа тақырып бекіту, барлығын осы жерге жазып тастайсыздар да. Одан кейін мына жерге сабақта болатын, мысалы мақсаты болса мақсатын жазасыздар, иә, мысалы дескриптор болса дескрипторын жазуға болады. Содан кейін әр сабақта, мысалы әр кезеңде, мысалы пайдаланатын видеолар көрдіңіздер ма? Міне. Осы бір платформа арқылы бір сабақта ашық сабақтарыңызды беріп шығуларыңызға болады. Мысалы, міне, или же конкурсқа қатыссаңыздар, бізде мынандай нәрселер бар деген сияқты. Мынау бізде бір мектептің, частный мектеп, өзімнің жұмыс жасаған частный мектебім, соның ішіндегі внеклассное мероприятие деп көрсетіп жатыр, мысалы. Міне. Көрдіңіздер ма? Міне. Тура осында үйрететін боламын. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Давайте. Әріптестер, кешіріңіз, менің есімім Гүлден Қасымханқызы. Ертең сабаққа келсеңіздер өкінбейсіздер. Я, баға өте тиімді, және бұндай баға алғашқы рет. Ертең сіздермен жақынырақ танысатын боламыз дейді. Я. Көрдіңіздер ме, әріптестер? Осының барлығын ертең, Алла қаласа, группа толса, сразу бастап кетеміз. Сағат 20:00-де бастайық. Тура осының барлығын үйрететін боламын. Мынау конкурсқа қатыссаңыздар да болады, сабақ берсеңіздер де болады. Алдындағы ашық сабақ берген мұғалімдердікін мен сақтамаппын, екінші ноутбугымда ғой деймін. Сабақтың кезеңдерін жазып тастаған, прям керемет сабақ. И бір конкурсқа да қатысып, осы біздің мұғаліміміз орын алған болатын, жүлделі орын. Төледім дейді Алтынай апай. Осының барлығын әріптестер үйретеміз. Өздеріңіздің әріптестеріңізге де жіберіңіздер, көрсетіңіздер. Жаңағының өзінде, мысалы, қаншама нәрсе көрсетіп тастадым, иә, мен сіздерге. Бұның барлығын қалай өзгертіп, не істеу керектігін бәрін ертең сабақта үйрететін боламыз. Қазір мен жалғыз өзім ғана сөйлеп отырмын. Ертең, мысалы, Гүлден Қасымханна мықты математик, категориялы мықты, жоғары категориялы мұғалім, о кісі де көп нәрселер үйретеді. Тағы да немене үйретуге болады? Мысалы, мына жерде мынандай жасауды да үйретуге болады, бірақ ертең үлгермейді аумыз. Көп сабақтарды сіздерге бонусқа береміз. Ашық сабақта қандай, не істеу керек, мультфильм жасау болса мультфильм жасау. Өздеріңіз айтқан, мысалы, мынаны үйрет десеңіздер, тура сол эфирда, мысалы, егер дайын болсақ, өзіміз сол сабақтарды үйрететін боламыз. Жақсы ма? Төлем жасап қойдым дейді. Гүлденге жіберіңіздер, Гүлден өзі қосады сіздерді чатқа, жарай ма? Жақсы ма? Міне, мына жерде чекті осы кісіге жібересіздер. 1000 теңге. Міне, Каспи, мына номер. Жақсы ма, әріптестер? Мен ойлаймын, 1000 теңгеге сіздер 8 әдіс тәсілді ешкім үйретпейді. Тем более екеумізде білесіздер қандай жерде жұмыс жасап жатқанымыз. Мысалы, мен қазір частный мектепте өз заучтықтан түсірмейтін болдым. Қазір кіреміз ба дейді, уақыт қой уже, все. Солай, әріптестер, тағы қандай сұрақтарыңыз бар, жазып отырыңыздар. Не үйретейік? Өткенде кубик сияқты нәрсені салыңызшы платформаға. Ол енді ұзақ жасалады, я, оны саламын. Оны ертең... Хотя өзіміз көріп үйрене берейік деп жатырмын да, ұзақ болса. Ұзақ, я, ол енді мына ненің ішінде үйрете алмаймын ау. Бірақ жақында ашық сабағымыз бар еді, қажет болып жатыр да. Күшті сабақ, сол өзіме де ұнайды, бірақ ұзақ, жақсы салам. Вообще уақытым болмай жүр. Кеш жарық апайлар, сіздерде қалай? Маған дауысша естіліп тұр. Дауыс жақсы естіліп жатыр. Я, жақсы естіліп жатыр, я? Жақсы. Енді әріптестер, жаңа қорытындылап шығайын. Кім көрмей қалды?
бір бірлеріңізден сұрап алыңыздар. көрмей қалдым. Әріптестер, мынаны фотоға түсіріп алып группаға жібере салыңыздаршы. 1000 теңгелік, өздеріңіз отырған группаға 1000 теңгелік семинар практикумға кім қатысқысы келеді деп, пожалуйста, көмектесіп жіберіңіздерші. Жазсаңыз, бізде де уақыт болмай жатыр, жан жаққа жіберіп жатырмыз. Ертеңгі сабақта ауқымды ретінде өзімізге де жақсы ғой, приятно ғой. Әріптестер, міне жаңа біз, мына қалай өшіреді? Әріптестер, жаңа біз мозаика жасауды үйрендік. Ол мозаика жасағанның өзінде де біз міне осындай мозаиканы ертеңгі мысалы конкурсқа, ертеңгі праздникке жасауға болады, соны үйреттік. Жаңа бұның бәрін фотоны, кәдімгі мен тойда түскен фотом, осының бәрін генерировать етіп, әдемі қылып, мереке қарсаңына әдемі қылып жасайтындай қылып генерациялауды үйреттім жаңа. Өзім ұмытып қалдым ғой мынаны. Не, әріптестер, осылай. Жақсы ма? Так, қандай сұрақтарыңыз бар, жаза беріңіздер. Бізге көмек ретінде группаға кім семинарға қатысқысы келеді деп, жаңағы біз жіберген реквизитті, жаңағы Гүлденнің несін жібере салыңыздаршы, группаға сол кісі қосады. Вот, әріптестер, осыны үйренесіздер. Мына бастауышқа керемет ұнайды. Өзім жасаттым, қатты ұнайды. Өздерінің фотоларын кәдімгідей түскен. Қараңыздаршы, міне өздерінің фотолары. Міне мына фотоны түсіріп алдым, сабақтың үстінде ғана түсіріп алдым. Сол фотоларын алдым да, мысалы, жасанды интеллектпен генерациялап алдым. Мына сияқты қылып астына фондарын қойып. Одан кейін тура осыны алдық та пазлға салдық. Бұлардың пазлдары қайда? Бұлардікі мен басқа да жасағым ғой деймін. Басқа аккаунтта жасаппын, әріптестер. Вот, сол сияқты. Так, сұрақтарды жауап берейік. Бізге мұғалімдер бір сабақ басы. Так, оқушылар ертеңгі. Так. Төлем жасадым, инфран жоғары сынақтарға барма. Мен төлеп чатқа қосылдым. Мен басын көрмедім. Жиі сабақтар пайдалануға үйретіңіздерші. Мен басын көрмей қалдым дейді. Жақсы, әріптестер. Енді кейін қосылып отырғандар, міне, осы номерге 8778 486 4717 Қасымхан Каспиге саласыздар да. Одан кейін чекті мына номерге жібересіздер. Ол кісі сіздерді ертең сабақ болатын практикум сабаққа қосады. Сол сабақта сіздер уже арғарай 1500 теңге болып кетеді деп жатыр. Қазір қосылып алыңыздар. Группаға әріптестер, мен баяғыдан мен танып, менімен жұмыс жасап бірге жүрген апайлар, группаға жазып жіберіңіздерші. Практикум семинарда 8 жасанды интеллект үйретіледі деп. 2 зум өтеді. Хорошо, ладно. Номер айта салыңызшы, қайқа жібереміз чекті? Ау. Чекті қайда жібереміз, номер айта салыңызшы. Жаңа мен жаздым ғой. Міне. 8747 845 53 99. Әріптестер, мынаны фотоға түсіріп алып, каждыйларыңыз қай топта отырсыздар? Сол топқа жіберсеңіздер, бізге көмектеріңіз болады. Рахмет. Тағы да не үйренгілеріңіз келеді, жаза отырасыздар. Топта семинарда прям бір сабақ 40 минуттан 2 зум өтеміз ғой сонда. Ертең сағат 8-де. Кім қосылды, үлгеріп қалыңыздар. Жасанды интеллектті үйрететін боламыз. Жаңа көрсеттім ғой сіздерге. Кім үлгерген жоқ? Барлығы, мына сияқты, мынаның өзін өзгертуді үйретем, мысалы. Мына жерге қалай бару, барлығын үйретем. Мына балаларға өте қызықты болды. Кішкентай бастауыш класстарға енді егер тапсырманың, сұрақтың жауабын дұрыс айтқан жағдайда ғана барады. Тұқтыңыздар ғой, иә? Келесі сұрақ міне мысалы. Бала өзі барған кезде... Мен ұқпай қалдым. Иә, әріптестер, нені ұқпадыңыз?